Баршаңызға сәлем достар. Бүгін шоколадты құлпынайдың рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепт өте оңай жасалынады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге санаулы ғана ингредиенттер қажет болады. Құлпынай, шпажка таяқшалары, ақ және қара шоколад қажет болады. Ең алдымен құлпынайымызды жақсылап жуып тазалап аласыздар. Бумажный салфеткада құрғатып сүртіп аласыздар. Енді шпажка таяқшаларымызға құлпынайды үстіп енгізіп аласыздар. Енді біз бірінші қара шоколадымызды ертіп аламыз су моншасында. Содан кейін үстіне кішкене бір ас қасық майды ертіп, осылай араластырып аласыздар. Еріп әдемі болып шығады. Бұл су моншасы дегеніміз водяной ванняда ертіп аласыздар. Дәл солай қылып, ақ шоколадты да ертіп аласыздар. Мен екіге бөліп, қалғанына мен бояғышты кішкене салып жібердім, бір тамшысын. Сосын кондитерлік пакетке салып алдым мен. Маған әсемдігі үшін қажет болады. Енді құлпынайды қара шоколадқа малып жіберіп, осылай шариктерді қолданды мен кішкене. Одан кейін ақ шоколадты да малып жіберіп, үстінен қара шоколадты зебра қылып өткізіп аласыздар да. Сосын шпажка таяқшаларды төменнен жоғарыға дейін сызып өтсеңіздер, әдемі узор пайда болады. Дәл солай қылып, қара шоколадты да салып, мынау тұрған қызыл бояғыштағы шоколадты үстіне осылай қылып істесеңіздер, тоже әдемі узор болып шығады достар. Сіздер әртүрлі узорда жасасаңыздар да болады. Мен бұл видеода әртүрлі узорларды жасап дайындап көрсеттім. Сіздер де осы видеоны қарап жасап дайындап көріңіздер. Және де жасап болғаннан кейін мен тоңазытқышта жарты сағатта ұстадым. Сіздермен болған Сабира ас болсын.